Түркістан облысында жер қойнауын заңсыз пайдаланған және келісім шарттар көрсетілген міндеттерін дұрыс орындамаған тұлғалар мен компанияларға қарсы жұмыс күшейді. Облыс әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен мәжілісте осы мәселе талқыланды. Түркістан облысында жер қойнауын заңсыз пайдаланған және келісім шартта көрсетілген міндеттерін дұрыс орындамаған тұлғалар мен компанияларға қарсы жұмыс күшейеді. Облыс әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен мәжілісте осы мәселе талқыланды. Жер қойнауын табиғи байлықтарды заңсыз пайдаланушыларға қарсы күрес күшейтілсін. Аудан қала әкімдері мен құқық қорғау органдары осы бағытта бірлесе жұмыс атқарған жөн. Өкінішке қарай әлі де заңсыздықтар тоқтамай тұр. Сондықтан лицензияға қатысты құжаттарды қатаңдатуды тапсырамын дейді Дархан Сатыбалды. Инвестиция және экспорт басқармасы басшысының міндетін атқарушы Қанат Шоңбасовтың айтуынша 2021-2023 жылдар аралығында келісім шарттық міндеттемелерін толық орындамаған және су қорғау белдеуінде орналасқан жер қойнауын пайдаланушының келісім шарттары мерзімінен бұрын тоқтатылған. Екі жер қойнауын пайдаланушының жер телімі мемлекеттік жер қорына қайтарылды. Ал 11 жер қойнауын пайдаланушының жерін қайтару бойынша сотқа талап арыздар жолдануда. Облыста кең таралған пайдалы қазбаларды өндіретін бүгінгі таңда 177 жер қойнауын пайдаланушылары тіркелген. Олар 89 келісімшарт және 88 лицензия бар. Олардың басым бөлігі Сауран, Сайрам, Ордабасы аудандары мен Арыс қаласында орналасқан. Қазақстан Республика индустрия және инфрақұрылым даму министрлігінің берілген қатты пайдалы қазбаларды өндіруге және барлауға арналған 13 келісімшарт тіркелген облысымызда. Олар бізде мына Созақта, неде Кентауда, Түлкібаста. Энергетика министрлігі тарапынан берілетін көмірсутекті пайдалы қазбаларды өндіретін 20 келісімшарт бар, 19-ы уран және 1 келісімшарт табиғи газ барлауға арналған. 2019-2022 жылдар аралығында облыс бойынша жер қойнауы пайдаланушылар өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына келесі төлемдер төленді. 2022 жылдан қорытындысы бойынша 2 миллиард 931 миллион түсті. Ал Түркістан облысының полиция департаментінің бастығы Мұрат Қабденов 2022 жылы жер қойнауын өз бетінше пайдалану бойынша кезекші бөлімдерге 127 арыз бен хабарлама тіркелгенін мәлімдеді. Айта кетейік, жер қойнауын өз бетінше пайдалану бойынша 2021-2022 жылдары Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 334 бабымен 28 іс тіркелген. Жансая Бейсенбайқызы, Жеңіс Барболов, Арт ТВ жаңалықтары.